Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет. Арман ата-анасынан мұраға қалған миллиондармен танымал еді. Үлкен үйі және кең ауласында қызметшілерге арнап салынған кішігірім үйі бар. Ерте тұрып бір сағаттай жүріп келіп, сосын жұмысына жиналатын әдеті еді. Арман сол күні таңғы серуенге шыққан. Әдетте ол ауласындағы бақшадан әрі асып, жол бойындағы тыныш саябаққа қарай бет алатын. Бірақ бүгін оның назарын өз үйінің маңындағы бір нәрсе аударды. Жақындап келіп есік алдында жерге бүк түсіп тоңып жатқан бір әйелді байқады. Ол жұқа, жыртылған пальтосын денесіне орап алып, түнгі салқыннан қалтырап отыр екен. Арман тоқтады. Әйелге жақын барғанда оның шашы ұйысқан, беті кірлеген, көздерінде шаршау мен үмітсіздік барын көрді. Бұрын мұндай жағдайды көзге ілмей өте шығатын жігіт бұл жолы іштей бір нәрсенің өзгергенін сезді. Қайырымдылықпен ешқашан айналыспаған миллионер жігіт үшін дәл осы сәт ерекше болатын. «Сізге көмектесе аламын ба?» деді ол жұмсақ дауыспен. Әйел басын сәл көтеріп Арманға тік қарады. Оның көзінде қорқыныш пен шарасыздық көрініп тұрды. «Менің баратын жерім, баспанам жоқ», деді әйел сыбырлағандай дауыспен. «Қайда барарымды білмеймін». Жігіт біраз үнсіз қалды. Әйелдің жағдайы өте ауыр көрінді, бірақ ол да оның өміріне кіруге асықпады. Содан кейін кенет есіне өз ауласындағы қызметшілерге арналған бос тұрған кішкентай үй түсті. «Мұнда бір кішкентай үй бар», деді Арман ақырын. «Біраз уақыт сонда тұра аласыз. Ішінде жылы, ыңғайлы. Сосын көре жатармыз». Әйел біраз уақыт үндемей қалды да, көздерінен жас тамшылап, «Рахмет», деді әлсіз дауыспен. Әйел есік алдындағы кішкентай үйге кіріп, бойын иіскеген жылы үй ауасын сезінді. Бірнеше жыл бойы кездескен үйдің подвалында немесе ашық аспан астында түнеп жүрген әйелге бұл жер жұмақтай көрінді. Арман оған ас су беріп, керек жарағын әкеліп жүрді. Әйел өте жабық болатын. Ол сөйлеспеді, тек басын төмен түсіріп, үнсіз тамақ ішетін. Мотивацияға толы видеоларды жоғалтып алмау үшін каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Бірнеше апта өткен соң Арман әйелмен жақынырақ танысуға тырысты. Бір күні екеуі ас ішіп отырғанда жігіт әйелден: «Сіз бұрын немен айналысқан едіңіз?» деп сұрады. Әйел терең дем алды, көзіне жас толып біраз кідірді. Оның жүзі қартайып кеткендей көрінді. Ақыры үнсіздікті бұзып: «Мен өмірімде ешқашан бұлай болады деп ойламадым», деді дауысы дірілдеп. «Менде бәрі болды, жұмыстан ешқашан қол үзген емеспін». Арман үнсіз тыңдады. Әйелдің дауысы төмендеп, мұңлы әңгімесін жалғастырды. «Атым Айман. Мен қарапайым банк қызметкері едім. Жақсы жұмысым болды, пәтерім болды. Күнделікті өмірім қарапайым, бірақ бақыт», деді. «Менің жалғыз қателігім өмірімдегі адамға тым сеніп қалғаным». Ол көз жасын сүртіп Арманға мұңды көздерімен қарады. «Күйеуіммен бірге тұрғанда оған барлығын сеніп тапсырдым. Ол да мені сүйеді деп ойладым. Бірақ оның құмар ойындарға тәуелді екенін соңынан білдім. Үйімізді кепілге қойып, барлық ақшамызды ұттырып жіберді. Ол кеткенде менде ештеңе қалмады. Не пәтер, не ақша, не достар. Жұмысымнан да айырылдым. Банк мені сенімсіз деп танып, жұмыстан шығарып жіберді. Мен кімге барарымды білмедім. Баратын жерім де болған жоқ. Өмірім түкке тұрмай қалғандай сезіндім. Үйсіз, ақшасыз бір күнде далада қалдым. Қатты депрессияға кіріп кеттім. Ұзақ уақыт шыға алмай өзімді түсіріп жібердім». Айман үнсіз отырып қалды, жылағысы келгендей көрінді, бірақ көз жасын ұстап тұрды. Арман не істерін білмей оған қарады. Әйелдің ауыр тағдыры жігіттің жүрегін қатты жаралады. «Мен сізге көмектесемін», деді Арман шешімді дауыспен. «Сізді мұндай күйде қалдыра алмаймын». Келесі күндері Арман Айманға қайтадан жағдайын түзеп, өмірге бейімделу үшін қолынан келгенін жасап көмектесуге тырысты. Ол Айманды жергілікті әлеуметтік қызметке апарды, оларға әйелдің жағдайын түсіндіріп, оны қайтадан өмірге бейімдеу бағдарламасына енгізді. Сонымен қатар ол Айманға пәтер жалдап, өзінің психологиялық мәселелермен жұмыс істеу үшін мамандармен кездесуге көмектесті. Уақыт өте келе Айман аздап өзгеріп, өзіне сенімді бола бастады. Арман бірнеше ай бойы Айманға көмектесіп жүрді.
Әйел күннен күнге оңалып қайтадан өмірге бейімделе бастады. Ол әлеуметтік қызмет арқылы жұмыс тауып, тұрақты табысқа қол жеткізді. Бірақ оның арманға қатысты бір құпиясы бар екенін жігіт сезбеді. Айман бұрынғыдай тұйық қалпында қалды, тіпті жағдайы жақсарып, болашаққа үміті пайда болса да, әлі күнге дейін бір құпияны іште сақтап жүрді. Бір күні Арман түскі ас кезінде Айманды шайға шақырды. Олар жай әңгімелесіп отырды. Арман әйелге қарап: Айман, осы уақытқа дейін мен сізді жақынырақ білгім келіп жүр. Бірақ бір сұрақ маза бермейді. Сіз менің үйімнің жанына қалай тап болдыңыз? Бұл жай ғана кездейсоқтық па, әлде басқа бір себеп бар ма? Деп сұрады. Әйелдің жүзі өзгеріп кетті. Ол біраз кідіріп үнсіз қалды. Содан кейін ауыр тыныс алып Арманға көзін тікті. Мен саған айтуым керек еді, деді ол ақырын. Бұл жерде кездейсоқ жүрген жоқпын. Саған жолығуым кездейсоқ емес. Мен сені іздеп келгенмін. Арман таңданып бір сәт үнсіз қалды. Мені? Неге? Деді ол дауысы сәл дірілдеп. Айман терең дем алып әңгімесін бастады. Сенің әкең менің өмірімде өте маңызды рөл ойнаған адам болатын. Мен банкте жұмыс жасап жүрген кезде, сенің әкең біздің банкпен тығыз қарым-қатынаста болды. Ол адамгершілігі мол, өте сыйлы адам еді. Менің күйеуімнің құмар ойындарға берілгенін, өмірімді қалай құртып жатқанын білгенде, сенің әкең маған көмектескісі келді. Ол мені жек көрген жоқ, керісінше қол ұшын берді, тіпті психологиялық кеңесшілерге жолықтырды. Бірақ мен сол кезде ешкімнің көмегін қабылдауға дайын болмадым, бәрінен алыстап кеттім. Айманның көзіне жас толып, дауысы дірілдей бастады. Сенің әкең бірнеше рет маған келді. Ол менің жағдайым үшін өз-өзін кінәлі сезінгендей болды. Мені осы қасіреттен құтқара алмайтынын түсінді. Бірақ оның қолдауын сол кезде сезгенім рас. Өкінішке орай, мен оны жоғалтқан соң, ешкімнің көмегін қабылдай алмадым, сол кезден бастап бәрін жоғалттым. Арман жүрегінде бір түрлі сезім пайда болғанын байқады. Әкесінің адамгершілігін білетін, бірақ бұл оқиға туралы ешқашан естімеген еді. Сенің әкең қайтыс болғанда мен қатты соққы алдым. Өмірде маған көмектескісі келген жалғыз адамды жоғалттым деп ойладым. Содан бері сен туралы көп естідім, сенің ата-анаңның мұрагері екеніңді білдім. Жанымда әкеңнің есімі мен ізгі ісі жатты. Сен де әкеңдей мейірімді боларсың деп сендім. Сол себепті сенің үйіңнің жанына келіп, амалсыз сені күттім. Айманның үні күңгірт шығып, еріндері дірілдеп кетті. Арман терең тыныстап, орнынан тұрып, әйелге жақындады. Әкем сіз туралы айтқан жоқ, бірақ ол шынымен де сенім артқан адам болса керек. Менің сіздің тағдырыңызға араласқаным кездейсоқ емес екен. Әкемнің істей алмағанын мен жалғастырғым келеді. Айман терең күрсінді де көз жасын сүртті. Арман, сен маған ғана емес, әкеңнің сеніміне де адалдық таныттың. Әкеңнің өзі істей алмағанды істедің. Сол сәтте Арман әйелге қарап, өзінің де өмірінде үлкен өзгеріс болғанын түсінді. Ол мұрагер ретінде байлықты ғана емес, әкесінің адамгершілік мұрасын да қабылдапты. Айманның әңгімесі арқылы Арман өзіне өмірдің мағынасын, адамгершіліктің тереңдігін түсінгендей болды. Ол енді тек көмектесіп қана қоймай, әкесінің ізгі ісін жалғастыратынын білді. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.